Решет Қалибекке қатысты қылмыстық іс әлі тоқтамаған. 2022 жылғы 23 желтоқсанда Алматы облысы Талғар ауданының полиция басқармасы қылмыстық кодексінің 279 бабының 2 бөлігі бойынша ұшақ құлаған үйдің иесі Решет Қалибекке қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы шығарды. Решет Қалибек 2019 жылдың 27 желтоқсан күні Алматы маңында БКР ұшағы соқтығысқан үйдің иесі. Апат кезінде 12 адам қаза тауып, кейіннен баспана сүрленген болатын. 23 желтоқсанда іс қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылған. Зәулім үйдің иесіне абайсызда 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соқтырған сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы ережелерді немесе нормативтердің талаптарын бұзды деп айып тағылған еді. Алайда Ratel.kz жазуынша 2022 жылғы 26 желтоқсанда прокуратура қылмыстық істі қысқарту туралы қаулыны мақұлдаудан бас тартып, қылмыстық іс одан әрі тергеу үшін тергеу органына қайтарылған.